Сәлем достар, бүгін сіздермен қатпар болып пісетін қаттама нанның рецептімен бөлісемін. Маңызды сәттерді жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеода көрсетілгендей рецептпен жасасаңыздар, сіздердікі де бір жасағаннан қатпарлы болып шығатыны анық. Ең алдымен каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге су, тұз және сұйық май, сондай-ақ ұн қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнымызды салып, бізге орташа қамырдың көлемінде илейміз, қолмен жақсылап араластырып отырып. Егер қамырларыңыз тым жұмсақ болып бара жатса, аздап ұн қосуды ұмытпаңыздар. Және біз қамырымыздың иіқаны үшін бір 5-10 минут қойып қоямыз. Дайын қамырымызды енді жаюға кірісеміз. Қамырымыз жақсы жайылу үшін асты үстіне осылай ұн себезіліп отырып жайып шығыңыздар. Қамырды видеодағыдай көрсетілгендей жұп-жұқа етіп жайып шығыңыздар. Жұқа етіп жайылған қамырымызға сары май жағып шығамыз. Мен щедрое летоны ертіп алдым. Сіздер сливочное масло, күйген тағы басқа маргарин пайдалансаңыздар болады. Майды қамырдың жарты бөлігіне жағып шықтық, ал қалған екінші жарты бөлігін дәл осы бейнеде көрсетілгендей етіп, май жағылған қамырдың екінші бөлігіне осылай қабаттап шығыңыздар. Енді кезекте осы қамырымыздың жоғарғы бетіне де дәл осылай жұқа етіп сармайымызды жағып шығамыз толықтай. Енді осы қамырымызды бейнеде көрсетілгендей етіп жіңішке кем дегенде 4-5 сантиметрдің көлемінде осылай кесіп алыңыздар барлығын. Және жұқа қамырымызды осындай рулетка ұқсатып орап шығыңыздар. Енді осы оралған қамырымызды дөңгелек етіп күлше жасаймыз. Міне мен қаттаманың қамырларын осылай дайындап шығыптым, барлығын дөңгелек етіп күлше есебінде. Сондай-ақ осы қаттаманың қамырларын тоңазытқышта 10-15 минут қойып қойсаңыз да болады, майы сыртына шығып кетпеу үшін. Енді осы қаттамамызды орташа қалыңдықта жайып шығамыз, ыдысымызға сыйымдетіп. Енді табамызға 2 ас қасық сұйық май құйып қыздыра отырып, осы қаттамамызды орташа отта жаймен пісіріп аламыз. Майы тым көп те болмасын, екі жағын кезек-кезек ауыстырып, дәл осындай қылып қаттамаларды пісіріп алдық. Түсінікті болу үшін қаттамамызды тағы 1-2 пісіріп көрсетемін. Әр пісірген сайын егер майыңыз азайса, 1-2 қасық май құйып отырып пісіріңіздер. Қаттаманың майы сорғу үшін астына қағаз майлық төсесеңіздер болады. Міне біздің қаттамамыз дайын, өте жұмсақ, қатпарлы, дәмді қаттама шықты. Достар, рецепт ұнаса міндетті түрде каналыма тіркеліп, осы видеоның астына лайк басып, каналымның өсуіне қолдау көрсете отырыңыздар. Сіздермен келесі жаңа видеода кездескенше баршаңызға ас болсын.